Ассаламу алейкум достар. Қазір аяқта тұрып жұмыс істейтін жұмыстар немесе ұзақ уақыт жүретін және жүргеннен кейін аяқтың шаршауы немесе ұзақ уақыт жүргеннен кейін тізенің, жамбастан буынның омыртқаға дейін әсер ететін проблемалар көп. Сондай проблемалардан жиі кездесетіні ол аяқтағы деформациялық аурулар, варустық, вальгустық деформация, плоскостопия немесе пяточный шпора сияқты табанның астындағы проблемалар болады. Осылар алдағы уақытта тізеге, мынау жоғары бөліктерге дейін әсер етіп жатады. Осындай аурулардың алдын алу мақсатында біз клиникамызға жаңа аппарат қойып жатырмыз. Қазір орнатып, енді қойып болдық. Бұл аппарат не істейді? Бұл аппарат жалпы подометриялық табанды өлшеп, өзі нақтылап, патологиясын, яғни табандағы дұрыс емес ойыстарға дейін қойылатын ұлтарақ жасап, ортопедиялық. Бірден тез дайындап береді, мықты материалдан. Бұл біздің жүруімізге оңайлық тудыру үшін, профилактикалық мақсатта, алдағы уақытта жаңа басқа органдарға зиянын келтірмейтіндей жүру үшін ыңғайлылық тудырады. Бұл аппараттың бір артықшылығы, бұл Франция өнімі, нарықта 50 жыл бар. Телефонның бренді iPhone болса, тура осы өнімдердің бренді осы Sidas фирмасының өнімі. Бұл Европада, шетелдерде ең мықты мировой әлемдік жұлдыздар, спортшылардың қолданатын өнімі, әлемдегі бірнеше любительский спорттардағы қолданатын өнім. Соны біз зерделеп, анықтап ең мықтысын қою мақсат болған. Бұны келесің, өлшейсің, мамандар да қазір алдағы уақытта түсіндіретін болады. Ең бірінші өзіме жасап, өзім жүріп байқап көрмекпін. Егер мықты нәтиже болып көріп жатсам, онда алдағы уақытта науқастарыма да ұсынамын және нәтижесімен бөлісетін боламын. Сол кезде осы өнімді қалай заказ беруге болады, қалай жасатуға болады, контакттарын, адресін бәрін көрсететін боламыз. Бұл өнімді қандай аяқ киімге, қандай патологияға, қандай материал қолдану керек, бәрін таңдалады, эксперт маманы өзі көрсетеді, өзі сіз үшін жасап береді, таңдап береді. Және мынандай материалдары бар, мынандай өте сапалы материалдан жасалады. Осыны сіздің аяғыңызға ыңғайлап, размерін келтіріп, аяқ киіміңіздің ішіне салып береді. Соның бәріне 10-15 минут уақыт кетеді екен. Бірден киіп кете бересіз. Қазір соны жұмыс барысын көрсететін боламыз. Ең бірінші мынандай диагностикалық подометрінің үстіне тұрасың. Бұл арқылы, егер науқаста жаңа плоскостопия болса, плоскостопиясының дәрежесін анықтайды. Сол дәрежесіне қарай ыңғайлап ұлтарақты жасау үшін. Мен жұмыста ұзақ уақыт аяқта тұратын болғандықтан, кейде аяқтан шаршайды дегендей. Соны профилактикалық мақсатта тұру, жүруді жеңілдету мақсатында жасатайын деп отырмыз. Бірақ бұл аппараттан жаңа патологияларды анықтауға болады. Диагностика жасап болды, енді менің аяқ киімімді, размерімді өлшеп, соған қарай ортопедиялық ұлтарағымызды дайындауға кірісті. Бұл ма? Екеуінде. Тұрайын ба? Мен аяғымнан қалған аяқтың размерін алды. Қазір ұлтарақ дайындау процесі жүріп жатыр. 3 минутта дайын болады. Аяқтың формасын алып алды. Тура 15 минутта ортопедиялық ұлтарақты дайындап қолыма берді. Қазір осыны аяқ киіміме салып, ары бері жүріп, бақылап көретін боламыз. Мынау бұрынғы аяқ киімнің өзінің стелькилары. Бұлар былай қарасаң, аяқ киімді алғаныма жарты жылда болған жоқ, бірақ ұлтарақтары қанша жерден жаңа фирменный болса да тозып, бытыш болып кетеді екен. Мынау ұлтарақтың, мынау фирманың материалы ондай болмайды. Бұл ұзаққа жетеді. Әрі жаңа суланып, су өткізіп, есте бұзылмайды деп. Қазір мұны салып, киіп көріп, ары бері жүріп көріп отырмын. Кәдімгідей бір өзгеріс байқалады. Бір 4-5 күн бақылап жүріп көрім, нәтижесімен бөлісетін боламын. Сол кезде контакт, номер бәрін жазып қалдыратын боламыз.